Не себепті әлемдегі адамдардың көпшілігі Америкаға келуді ұнатады және қалайды? Бұның себептері өте көп. Соның маңыздыларына тоқталатын болсақ, біріншісі, Америка бұл мүмкіндіктің елі, мүмкіндіктің жері. Алайда бұл мүмкіндік тікелей өзіңізге байланысты. Егер өзіңізді қолда ұстап, келген мақсатыңызды нақты анығымен біліп, соған қарай жақсылығымен, төзімділігімен ұмтылсаңыз, кез келген биік шыңға шығуға болады. Немесе керісінше, келген кездегі бүкіл қиындыққа шыдамай, қиындықтарды ауырсынып, елде жұртты, ағайын туыс ата-аналарыңызды сағынып, қолыңызды сілтесеңіз, терең тұнық мұхитқа батып кетуіңіз мүмкін. Сол себепті барлығы тікелей өзіңізге байланысты. Бірақ та мүмкіндіктер өте көп. Екінші, ол жоғарғы оқу орындары. Жоғарғы оқу орындары өте сапалы және білікті мамандарды даярлап шығады. Олардың бағасы қымбат, бірақ соған тұрарлық. Егер де сіз Американың кез келген жоғарғы оқу орнын бітіріп, әлемдегі кез келген мемлекетке барып, жұмыс істеуіңізге мүмкіндігіңіз болады. Және де жай ғана жұмыс істемейсіз, ол жерде білікті, мықты, өз маманыңыздың шебері болсаңыз, ең жоғарғы дәрежедегі жалақыны аласыз, өзіңіздің жақсы дәрежеде өмір сүре аласыз. Үшіншіден, медицина. Медицина адамның өміріне тікелей байланысты болғандықтан, бұнда өте жақсы дамыған. Және де бағасы медициналық қандай бір қызмет алу қымбат, өте қымбат. Бірақ та соған байланысты Америкада тұратын адамдардың көбінде медициналық сақтандыру болады. Медициналық сақтандыруыңыз болса, бағасы сәл жеңілдейді, бірақ сіз қосымша баға төлеп отырасыз. Алайда кез келген медициналық қызмет жоғарғы дәрежеде көрсетіледі, сіздің денсаулығыңызға, жақсы өмір сүруіңізге кепілдігі бар. Төртінші, Американың валюта, яғни ақш доллары. Бұл ақш доллары әлемнің көптеген елдерінде өте сапалы болып келеді. Егер сізде $1,000,000 долларыңыз болса, басқа мемлекетке барған кезде, оны сол мемлекеттің мемлекеттік валютасына айландырған кезде, ол 2-3 еселену әбден мүмкін. Соған да байланысты сіздің долларлық ақшаларыңыз өте сапалы болып келеді. Бесінші, ол тіл. Яғни ағылшын тілі әлемдегі өте дамыған халықаралық тілдердің алдыңғы қатарындағы тіл болғандықтан, ағылшын тілін еркін білсеңіз, әлемдегі кез келген елдің түкпіріне барып, емін-еркін жүріп тұруыңызға мүмкіндігіңіз болады. Алайда шет тілдің барлығын білгенімен, өз тіліңізді ұмытпай, өз тіліңізді әбден құрметтеу керек. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген мақаланы жақсы ұстанғанымыз абзал деп санаймын. Келесі, бұл Американың климаты, ауа райы. Бұл жерде барлық ауа райды көруге болады. Шақаған аязында сіз оңтүстікке барып, теңізге шомылуыңызға болады. Ал немесе жазғы уақыттарда Аляскаға барып, тауға сырғанауыңызға болады. Кез келген кезде өзіңіздің қалаған ауа райыңызға баруыңызға мүмкіндігіңіз болады. Келесі, жол қатынастары. Жол қатынастары бұл Америкада өте жоғарғы дәрежеде дамыған. Сіз бір қаладан келесі қалаға, бір штаттан келесі штатқа бару үшін өзіңіздің машинаңызбен баруға мүмкіндік өте жоғары дәрежеде жасалған, және де жолдар кең, жолдың бойында сіздің жуынуыңызға арналған жуынатын бөлме, киіміңізді жуу керек болса, киімдеріңізді жуатын жер, машинаңызды қоятын тұрақтар, барлығы өте жақын, және де әр қалада, әр жерде бұлар бар, жақсы ұйымдастырылған. Соған да байланысты, егер өз машинаңызбен бүкіл Американы аралайтын болсаңыз да ешқандай қиыншылық болмайды. Келесі, адам құқықтары. Адамның құқығы өте жоғарғы дәрежеде қорғалған, сақталған және қолданылады. Бұнда келген адамдардың көпшілігі, немесе барлығы өзін емін-еркін, жеңілдікте, еркіндікте сезінеді. Және сіздің өзіңіз ойлап жүрген ойыңызды кез келген дәрежеде емін-еркін жеткізе аласыз. Оны айтқаныңыз үшін сізге ешқандай жауапкершілікке тартылмайсыз, егер әрине заң шеңберінде болса. Келесі, мәдениеті.
Яғни бұнда сіз кез келген елдің, кез келген ұлттың мәдениетімен, салт дәстүрімен танысуыңызға, көруіңізге мүмкіндігіңіз болады. Бұнда ешқандай шектеу жоқ, қорғау жоқ. Сіз өзіңіздің ұлттық нарығыңыздағы ұлттық мәдениетіңізді, ұлттылығыңызды, ұлттық тойыңызды барлығын сақтап, оны сол кезінде қолданып, жұртқа көрсетуіңізге де мүмкіндігіңіз бар. Әлемдегі ірі компаниялардың көпшілігі орналасқандықтан, сіз үлкен ірі компанияларға өзіңіздің мамандығыңыз бойынша жұмысқа тұруыңызға мүмкіндік болады. Соған байланысты ең бай, яғни экономикалық жағынан байыған адамдардың көпшілігі Америкада тұрады. Бұл Америкадан көптеген экономикалық жағынан байыған адамдар шығады. Мәдениеті жағынан өте жоғары дәрежеде дамыған. Көшеде кетіп бара жатсаңыз, кез келген жерде сізді танысын, танымасын, адамдар сізге күліп, амандасып, сәлем береді. Жануарларға деген көзқарасы, әсіресе үй жануарларына деген көзқарас өте ерекше. Көшеде ит мысықтарын құшақтап, еркелетіп, бауырына басып алып жүретін адамдар өте көп. Кейбір жағдайда баласынан да артық жақсы көретін жайды кезіктіріп жатамыз. Яғни олар ит мысықтарын жақсы көреді. Оның сақтандыру қоры да қымбат адамдікінен қарағанда. Және де оның шай тамағы деген өзгеше, ерекше. Бірақ соған қарамастан деген адамдар үй жануарларын өте жақсы көреді. Бұнда сізді ешқандай шектемейді. Сіздің шыққан тегіңізге, ұлтыңызға, салт дәстүріңізге, теріңіздің түсіне, өңіне, тіліңізге, дініңізге ешкімнің ешқандай құқығы жоқ. Сіз барлық адамдармен бірдейсіз, және де басқа адамдарды да солай сізді қабылдайды, яғни барлық адам бірдей дәрежеде. Ешқандай дискриминация деген жоқ. Соған да байланысты адамдардың көпшілігі бір-біріне сыйластықпен, құрметпен қарайды. Заттардың сапалылығы, яғни тұрмыстық жағдайда болсын, техникалық жағдайда болсын, заттары бұнда өте сапалы болып келеді. Сонымен қатар, егер сіздің алған қандай бір затыңыз ұнамай қалса, сізге келесіде керегі болмаса, оны алған жеріңізге апарып беріп, қайтарып, төлеген ақшаңыздың 100%-мен қайтадан қайтарып алуыңызға мүмкіндік болады. Дастарханның байлығы, яғни кез келген уақытта, кез келген мезгілде, мейлі қыста сіз қалаған жемісіңізді, қалаған көкөніс жидектеріңізді сатып алуыңызға мүмкіндік болады. Сонымен қатар сіз қалаған етіңізді, өзіңіздің жағдайыңызға байланысты заттарды сатып алуыңызға мүмкіндік болады. Зейнетақы қоры. Егер де сіз 10 жыл бойы жұмыс істеп, 10 жыл бойы тұрақты түрде зейнетақы қорыңызға ақша салып отырған болсаңыз, онда сіз зейнетке шығуыңызға мүмкіндік болады, яғни жасыңыз толған кезде. Алайда ол зейнетақыңыз қанша болатыны сіздің салған ақшаңызға, сіздің табысыңызға, сіздің жұмыстаған жылыңызға, мамандығыңызға, тапқан еңбегіңізге барлығына тікелей байланысты. Дегенмен де ең төменгі зейнетақы сіздің зейнетке шыққанда өзіңіздің дәрежеңізде, өміріңізге жетіп отырады. Азаматтығы, Американың азаматтығы болсаңыз, әлемнің 118 еліне визасыз қатынауыңызға мүмкіндік болады. Және де медициналық, кез келген медициналық қызметті арзан бағада жоғарғы дәрежеде қызмет ала аласыз. Кез келген оқу орнына өте арзан бағамен оқуыңызға мүмкіндігіңіз болады. Және де мемлекеттен беретін қаншама көптеген көмектерді ешқандай қиындықсыз алуыңызға мүмкіндігіңіз болады. Осылай тоқталып айта беретін болсақ, бұл өте көп. Менен көптеген адамдар сұрайды, не себепті кеттің деп. Менің қысқаша жауабым осы. Дегенмен де өзіңіз, немесе балаңыз, немесе туысыңыз, танысыңыз Америкаға или басқа жаққа кетемін десе, менің ойымша жер ауыстырып, әлемді танып, басқа жаққа барып, саяхаттап, қыдырып, басқа жақтың салт дәстүрімен, өмірімен сүріп, өміріңізді өзгертудің ешқандай жаманшылығы жоқ деп ойлаймын. Олай жүрген сайын көптеген нәрсе танисыз, білесіз. Соған байланысты әркімнің шешімі өзіне. Ең бастысы қайда болсақ та аман болайық.